Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin. Seyyidina ve habibina ve tabibi kulubina ve şefi'i zunubina Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve sahabatihi men ittabaihi bi ihsani ila yevmiddin. Rabbi işrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefqahu qawli. Rabbi yassir ve la tuassir. Rabbi tamim bil hayr. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan ve ente tec'alul hazna idha şi'te sahlan. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Құрметті ақсақалдар, құрметті mümin мұсылман бауырлар. Сіздер мен біздерге Алла тағаланың игілігі мен сәлемі, есендігі мен амандығы, Алланың рахымы, мейірімі, берекесі жаусын иншалла. Міне Алла тағаланы мақтаймыз, Алла тағаланы дәріптейміз. Раббымыз бізді жоқтан бар қылды. Алланы мақтаймыз, Алла тағаланы дәріптейміз. Бар болған жаратылыстың ішінде сізбен бізді адам баласы қылды. Алланы мақтаймыз, Алла тағаланы дәріптейміз. Сол адам баласының ішінде сізбен бізді ер азаматтардан қылды осы отырған. Алланы мақтаймыз, Алла тағаланы дәріптейміз. Бізді белгілі бір ұлттардан, ұлыстардан және Алла тағала бізге ең үлкен жақсылық, өзі жақсы көретін нәрсені берді, ол біздің жүрегіміздегі иман. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде Алла тағала мал дүниені, зәулім сарайларды, алтын мен күмісті, хадистің мағынасында, мұсылман құлына да, мұсылман емес құлына да ақылды тегілді береді. Ал иманға келетін болсақ, сіздердің жүректеріңіздегі, біздің жүрегіміздегі иманға келетін болсақ, Алла тағала иманды өзі сүйген құлына ғана береді дейді. Алла кімді сүйсе, кімді ұнатса, соған иман береді. Егер де Алла тағаланың алдында мал дүниенің, мансаптың, алтын мен күмістің, теңге мен доллардың, шыбынның қанатындай бір салмағы болғанда еді, онда Алла тағала мұсылман еместерге бір жұтым суда бермей қоятын еді дейді. Демек, Алланың алдында ненің қадірі жоқ? Мал дүниенің қадірі жоқ. Алланың алдында адам, жұмыр басты пенде, жүрегіндегі иманыменен бағаланады. Міне, альхамдулилля, сіздерді осы жерге имандарыңыз жетектеп келді. Аллаға құлшылық қылайын деп жүректеріңіздегі. Міне, Алла тағалам осы иманымыздан айырмасын иншалла. Демек, біз бақытты адамбыз. Демек, біз бақыттымыз. Өйткені Алла тағала ең жақсы көретін нәрсені бізге берді. Дүниеден де не қалдырмады? Кем қылмады. Дүниені де берді, жүрегімізге иманды да берді Алла тағала. Міне, құрметті ағайын, бүгінгі тақырыбымыз сіздермен бөлісетін, дайындалып келген жастарымыз неге ұсақталып барады? Жастар неге жігерсіз болып барадыр? Осы тақырыпта иншалла сіздермен уағыз насихатымызды бөлісетін боламыз. Жалпы енді бұл тақырып түсінікті болу үшін біз кішкене тереңнен қозғауға тырысамыз. Жастар, қазіргі жастар неге жігерсіз? Өйткені жас буын алдыңғы буынға қарап өседі. Алдыңғы буынның тәрбиесімен, алдыңғы буынның жүріс-тұрысымен, амалымен бой түзейді. Демек, бізден алдыңғы өткен буынға ұқсауға тырысамыз. Солардай болуға, бала кезімізде жаңағы әке-шешеміз қызықтыратын ғой, кім болғың келеді? Ғарышкер боласың, ұшқыш боласың деген сияқты, немесе әскери болам, генерал болам деген сияқты. Міне. Қазіргі уақытта жастардың
жігерсіз болуы бізден алдыңғы буын, біздің әке шешелеріміз, ата әжелеріміз советтік дәуірде өмір сүрді. Ол кез атеизм болатын. Ол кісілер діннен ұзақ болды. Бірақ ол кісілердің өздері рухани мықты болды, былай айтқанда. Өйткені олар алдыңғы буынды көрді ғой. Онымен менің салыстыратыным, бәріңіз мойындайсыздар, бала кезіңізде ағайын туыспен қалай араласатын едік, ағайын туыстың той думалағы десе, бір қызметі болса, әке шешеміз жүгіртіп жіберетін. Бірақ қазіргі кезде ондай қалған жоқ. Ақшасын берсе барады, ақшасын бермесе бармайды. Жақын ағайын туыстардың өзі сондай. Өйткені оны үйретіп атқан ешкім жоқ. Капитализм дейді. Сонымен тура Европадағыдай капитализм сияқты бізде не істейміз қазір? Бәрін ақшаға істейміз. Әрбір қызметті бағалаймыз. Өйткені біздің ата-аналарымыздың алдындағы буын діни білімді болды да, Алаштың ардақтылары, Абай аталарымыз, Шәкәрім аталарымыз, Мәшһүр Жүсіп сияқты ғалымдарымыз, билеріміз соны насихаттап келді. Бірақ кейін ортада сондай үзіліс болып қалды. Атеизм, жаңағы немесе дастарханда ащы судың тұруы, сол нәрсемен баланың тәрбиесі барлығы жоғалып қалды да, қазіргі жастар кімге еліктерін білмей қалды. Оны үйрететін буын болған жоқ. Өйткені біз құлдық дәуірден шықтық, құлдық санадан шықтық. Енді егемендік алып, біздің мемлекетіміздің өзі бар жоғы 27 жастағы жас буын сияқты да. Міне, әлхамдулилля, соның өзінде Аллаға шүкір, елбасыларымыздың озық саясатымен біз осындай жағдайға жеттік. Міне, қалаларымызда осындай үлкен мешіттер бар, теплый полдармен жылып тұр. Енді бізге керегі, ары қарай жастар біз өзіміз ізденуіміз керек. Бізде іздену болу керек. Сондықтан бізді жігерлендіретін ол білім, ақпарат. Сондықтан біздің қолымызда қазір Құран тұр. Алла Тағала Бақара сүресінің алғашқы аяттарында, астағфирулла, алиф лам мим мағынасын Алла біледі. Екінші аятында заликал китабу ла райба фих. Сол анау қолдарыңдағы кітапта, Құранда ла райба фих, ешқандай күмән жоқ. Ешқандай күмән, қателік жоқ. Худа лил муттақин. Тақуаларды худа, хидаятқа, түзу жолға бастайды деді. Тақуаларды ғана түзу жолға бастайды. Ол тақуа кім десеңіз, келесі аятта Алла Тағала жауабын айтып отыр. Сіз тақуасыз ба? Құранның осы аяттарымен өзіңізді өлшейсіз. Аллазина юъминуна бил ғойб. Олар сондай ғайыпқа иман келтіреді бірінші. Бірінші ғайып ол Алла. Біз көрген жоқпыз ғой. Біздің көрмеген нәрселеріміз, құлақпен естіген нәрселеріміз ғайып болады. Көрмей сенгеніміз. Біз Аллаға сендік. Ва юқимуна ссала. Екінші, намазды тұрғызады. Намаз оқиды. Демек, ғайып Алла бізге не бұйырады? Намазға тұруды бұйырады. Міне бәріңіз Алланың әмірін орындап, Аллаға бойсынып, мұъмин болып осы жерге келіп намаз оқыдыңыздар. Ва мимма разақнахум юнфиқун. Үшінші сипаты, біз берген нәрселерден жұмсайды дейді. Өзі тапқан деп тұрған жоқ. Біз берген нәрселерден жұмсайды. Демек, тақуа құл жұмсаған кезде қалай жұмсайды екен? Алла берді деп жұмсайды екен да, Раббым беріп жатыр деп. Өзім таптым деп емес. Алла бермесе біз қайдан табамыз? Алла маңдайымызға жазбаса біз қайдан табамыз?
Сосын валлазина юъминуна бима унзила илейка. Олар сондай бірінші саған түсірілгенге сенеді. Құранға, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Унзила мин қаблик, сенен алдыңғыларға сенеді. Сенен алдыңғы пайғамбарларға, сенен алдыңғы кітаптарға. Ва бил ахирати хум юқинун. Ал ақиретке келетін болсақ, олар шынайы, яқиннан сенеді дейді. Не нәрсеге? Ақиретте есеп беретініне. Алланың алдына барған кезде бұл өмірдегі жасаған бүкіл амалы таразға салынатыны, соның бәріне есеп беретініне олар шынайы сенеді. Демек, абайлап жүреді. Нағыз тақуа құл. Жеті өлше бір кесіп, тікен зарда жүргендей ақырын жүреді, абайлап. Қателікке ұрынбастан. Сосын айтады: улаика аля худан мин раббихим. Міне осылар Раббысының хидаятында, түзу жолында кетіп баратқандар осылар дейді. Ва улаика хумул муфлихун. Міне солар ғой құтылатындар дейді Алла Тағала. Алдыңғы сипаты барлар. Көрдіңіздер ғой? Демек, құрметті ағайын, Алла Тағала бізге мына кітапты түсірді. Құранды. Құранның ішінде барлық нәрсе баяндалды. Құран қамтымай кеткен ғылым жоқ. Құран барлық ғылымды қамтыды. Бірақ бүкіл ғылымды Алла Тағала дүниенің жаратылысынан бастап аяғына дейін осының ішіне қамтып қойды. Не нәрсемен? Астарлы мағынамен. Бір кітаптың ішіне сидырып қойды. Оны алып біз бірден оқып түсініп кете алмаймыз. Өйткені оған білім керек. Оған іздену керек. Оған ғылым керек. Сондықтан Алла Тағала Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға ең алғашқы түсірген аяты Аллах сүресінің алғашқы аяттары. Астағфирулла, иқра, оқы. Демек, жастарымыз жігерсіз болып бара жатса, ұсақталып бара жатса, онда оның бірінші себебі сауатсыздық. Білімсіздік болған соң, ол әр нәрсеге ұрынады. Білімсіз адамның алды қараңғы, арты құз. Алға қарай жүре берсе қараңғы, адасу үстіне адасады, артқа қарай жүрсе құздан құлайды. Демек, Құранды түсіну үшін біз пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллямның өмірін зерттеуіміз керек. Ол сүннет. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтады: мен сіздерге екі нәрсе қалдырдым. Фахтадайтум, ихтадайтум. Егер оны ұстасаңыздар, адаспайсыздар. Ал оны түсіну үшін сахабалардың өмірін оқу керек. Оны түсіну үшін табиғиндардың, одан кейінгі ғалымдардың еңбектерін оқу керек. Бұл жалғасып келе жатқан тізбекті. Сол кезде біз адаспаймыз. Енді Алла Тағала әрине Құранның аяттарының барлығын муташабих аяттар қылған жоқ. Барлығын астарлы қылған жоқ. Алла Тағала Құранда сөйлеген кезде бір балаға түсіндіргендей түсіндіреді Алла Құранда. Енді біз Құранның аяттарын осы жерде екіге бөліп қарастырамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін мен осылай қысқа бөліп айтам. Құранның аяттары екіге бөлінеді. Меккелік сүрелер, мәдиналық сүрелер. Қараңыздар. Меккелік сүрелер, мәдиналық сүрелер. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде неше жыл болды? 13 жыл болды, е? Мәдинада 10 жыл болды.
Жалпы пайғамбарлық келгеннен кейін Мұхаммед пайғамбар 23 жыл өмір сүрді. 40 жасында пайғамбарлық келсе 63 жасқа дейін. Сонда алғашқы Меккеде түскен аяттардың барлығы қарайтын болсақ, сол кездегі адамдардың ақылымен Алла тағала сөйлеседі. Ақылына сиятын нәрселерді айтады. Және бірден жаңа құлшылыққа бұйырмайды. Ораза, намаз, зекет, қажылыққа бірінші жылдары ол нәрсеге бұйырмайды. Бірінші жылдарды ойлануға шақырады. Жігерлендіруге шақырады Алла тағала. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәл солай сахабаларды Алланың әмірімен бірінші не істеді? Оларды рухани тәрбиеледі. Олардың ақылымен, олардың былай айтқанда біздің тілмен психологиясымен жұмыс жасады. Олар әбден жігерленгенсін барып құлшылыққа бұйыратын аяттар түсті. Ал ол кезде оларға құлшылықты орындау жеңіл болды мысалы. Әрине біз қазақ мұсылман болған соң, біздің ата-бабаларымыз ертеден исламды қабылдап мұсылман болған соң, біз әрине бірде намаздан бастап кетеміз. Бірақ бір қиыншылық келгенде сол жастарымыздың қайтадан намаздан алыстап кетіп атқанын көреміз. Немесе сондай да бір сол сияқты бір жұмысқа орналасқан кезде, бір еңбек жолын бастаған кезде белгілі бір қиыншылықтардан кейін алыстап кетіп жатады. Демек, оның себебі білімсіздік. Әлі ол дінді, Алланың ұстанған жолын дұрыс түсінген жоқ. Сондықтан мына нәрсені біз дұрыс түсініп алсақ, Алла тағала жер бетінде бір заңдылықты ұстанады. Алланың қойып қойған заңдылығы бар, ережелері бар. Мысалы, түсінікті болу үшін Құраннан бір-екі мысал келтірейін. Алла тағала айтады: «Ла ин шакартум ла азиданнакум». Егер шүкір етсеңдер, біз арттырамыз дейді. Шүкір етсеңіз ғана сізде артады. Немесе ақимуссала ва ату зака, намазға тұр, зекет бер. Бір-бірімен егіз жүреді мысалы. Дәл сол сияқты Алла тағала жер бетінде осы өмірде бір заңдылықты ұстанады. Алла тағала бір жолды ұстанады. Оны Алла тағала Құран кәрімде Фатх сүресінің 23 аятында, Ахсаб сүресінің 38 аятында Суннатуллахи аллати қад хулат мин қабл ва лан таджиду ли суннатиллахи табдила. Алла тағала бір жолды ұстанады. Бір жолды ұстанады. Сол жолмен сіздерден алдыңғыларды да Алла жүргізген. Ва лан таджиду ли суннатиллахи табдила. Алланың сол ұстанған жолынан ешқандай кемшілік таба алмайсыңдар дейді. Суннатуллахи. Алланың сүннеті деп тұр Құранда. Біз білеміз, пайғамбардың сүннеті дегенде, пайғамбардың сүннеті дегеніміз не? Пайғамбар жүрген жол, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям салып кеткен сара жол. Сол жолмен жүрсең ғана Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетімен жүрген болып есептелесіз. Демек, пайғамбар ұстанған заңдылық дұрыс па? Мынаны жасасаң жақсы, мынаны жасасаң жаман. Бұлай жасасаң жақсы, бұлай жасасаң жаман, бұлай жасасаң дұрыс, бұлай жасасаң дұрыс емес мысалы. Соны пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге үйретіп кетті. Ең кішкентайы әжетханаға кіріп шығуға дейін дұрыс па? Заңдылық.
Енді Алла тағаланың сүннеті дегені Алла тағаланың мына өмірде қойып қойған қағида, заңдылығы, Алланың ұстанған жолы. Оны ғалымдар бір ауыздан сынау заңдылығы деп айтқан. Сынау заңдылығы. Қараңыз. Сынақ. Біздің басымызға күнделікті келіп атқан сынақ. Алла тағала бәрін сынайым дейді. Ол жолмен, сынақ жолымен бәрін жүргізгенмін дейді. Сіздерден алдыңғыларды да не істегенмін дейді Алла тағала? Сынағанмын дейді. Әке шешеңді, оның алдындағы бүкілін, пайғамбарларды, сахабаларды. Алла тағала осы сынақ жайында Али-Имран сүресінде айтып кетеді. 143 аяты ғой деймін, қателеспесем. Біз сіздерді Алла жолында сынаймыз дейді, жаңа жорықтарда. Сынаудағы мақсатымыз сіздердің жүректеріңіздегі иманның шынайы ма, шынайы емес па, соны тексеру дейді. Аят былай басталады. Сіздер ойламаңыздар дейді, бірден жәннатқа кіріп кетемін деп. Осы жолға келдімді, бірден жәннатқа кіріп кетемін деп ойламаңыздар дейді. Біз сіздердің имандарыңызды тексереміз дейді, сынақ арқылы. Демек біз тексеріледі екенбіз. Алла тағала не істейді? Сынақ арқылы бізді тексереді. Осыны түсінбеген жастар мысалы сол сынақтан өте алмай қалуы мүмкін да. Енді бір сынақ келгеннен кейін болды емес қой, тағы да сынақ келеді ғой. Адам сол кезде не істеуі мүмкін? Төмен түсе беруі мүмкін. Бір сынақтан өте алмай, екіншіден өте алмай. Ал енді құрметті ағайын, Алла тағаланың бізді сынаудағы мақсаты, Алла тағала бізді сынақ арқылы жойып жіберейін деп жатқан жоқ. Керісінше тәрбиелейін деп жатыр. Алла тағала сынақ арқылы бізді тәрбиелегісі келеді екен. Керісінше біздің дәрежемізді көтергісі келеді екен. Мысалы, құдси хадисте келеді. Алла тағала пәленше деген құлымды мына дәрежеге жеткіземін дейді екен. Пәленше деген құлымды мына дәрежеге жеткізем дейді екен. Мысалы, жәннатта мына орынға жеткізем дейді. Жәннат дәрежеден тұрады ғой, саты-сатыдан. Құл өзінің амалымен жете алмай жатыр дейді. 5 уақыт намазы бар, оразасы бар, нәпіл оразасы бар, тахажжуд намазы бар. Өзінің амалдарымен жете алмай жатыр дейді. Садақа береді, адамдарға көмектеседі. Сөйтіп Алла тағала мына дәрежеге жеткізем деді ғой. Сөйтіп сынақтарды беріп жібереді екен де, сол дәрежеге жеткізеді екен. Демек, біздің басымызға келіп жатқан сынақтар бізге тек қана не ойлап келеді екен? Жақсылық ойлап келеді екен. Жақсылық алып келеді екен тек. Жамандық алып келмейді екен. Соған дәлел ретінде біз Ниса сүресінің 26 аятын алсақ болады. Астағфирулла. Юридуллаху лиюбаййина лакум ва яхдиякум сунаниллази мин qablikum. Алла тағала сіздерге баяндағысы келеді, түсіндіргісі келеді. Сіздерден алдыңғыларды осы сынақ жолымен жүргізіп, тәрбиелеп, оларды жоғары дәрежеге жеткізгендей, сіздерді де Алла тағала не істегісі келеді? Сол жолмен жүргізіп, солардың дәрежесіне жеткізгісі келеді. Және وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Және сіздердің тәубелеріңізді қабыл еткісі келеді дейді.
Демек, құрметті ағайын, осы мәселені біз дұрыс түсініп алсақ, біздің басымызға қандай да бір сынақ келсе, ол сынақ бізге жақсылық көздеп келеді екен. Жамандық көздеп келмейді екен. Сол үшін Алла Тағала Құран кәрімде бізге 25 пайғамбардың өмір баянын баяндап қойды. 25 пайғамбардың өмір баянын баяндады. Ең үлкен сынақтан өткен сол пайғамбарлар. Егер сол пайғамбарлардың сынағын бізге беретін болса, Құдай сақтасын, біз діннен шығып кетуіміз мүмкін. Бірақ Алла Тағала бізге сынақ берсе, демек біз ол сынақты не істей алады екенбіз? Көтере алады екенбіз. Ол сынақтан біз өте алады екенбіз, егер оны біз дұрыс түсінсек. Ал егер оны біз дұрыс түсінбесек, онда біз әлсірегеннің үстіне әлсірей береміз. Сондықтан бұл жердегі мәселе, біз осыны дұрыс түсінуіміз керек. Алла Тағаланың осы сынақ мәселесін түсіну үшін біз Анкабут сүресінің алғашқы аяттарына тоқталсақ, сол жерде Алла Тағала бізге түсіндіреді. Анкабут сүресі де астағфирулла алиф лам мим деп басталады, мағынасын Алла біледі. Екінші аятында ахасибан насу ай ютраку, адамдар есептейді ме, адамдар ойлайды ма дейді, босқа жаратылған біз деп. Мұъминдар деп айтқан жоқ. Кімдер деп айтты? Жалпы қазір жер бетіндегі бүкіл адамдар кіріп кетті. Адамдар ойлайды ма, адамдар есептейді ме? Біз тастап қойылғанбыз, босқа жаратылғанбыз. Жай әншейін, өмірге келдік ішіп жеу үшін, солай қайтып кетеміз деп. Жалпы көпшілік адамдар сөйтіп ойлай ма, құрметті ағайын? Сөйтіп ойлайды ғой. Солай ойлайды. Алланың алдына барып, қайтадан тірілеміз қияметте, Алланың алдына барып есеп береміз деп ойлап жүрген жоқ. Дұрыс па? Оралыңның барында ойнада күл дейді. Тірі кезінде ішіп жеп ойнап қал деп тұр ғой. Бұл Шалақынның өлеңі ғой. Негізі оның мағынасы өзгерген. Шалақын бұны оралыңның барында құлшылық қыл деген. Өміріңнің барында құлшылық қылып қал. Бұны заманауи қылып ойнада күл деп өзгертіп жіберді. Енді қараңыз. Жалпы адам баласының бәрін айтып жатыр Алла Тағала. Ахасибан насу ай ютраку. Адамдар есептейді ме, адамдар ойлайды ма, босқа жаратылғанбыз. Есең, ертең сұраққа тартылмаймыз деп ойлайды ма дейді. Енді соның ішінен осы отырған бізді шығарып алады, қараңыздар. Айякуля әмәнна. Иман келтіргендер де сөйтіп ойлай ма? Не деп? Ау? Жоқ. Иман келтіргендер ойлайды ма дейді. Иман келтіргеннен кейін болды, енді Алла Тағала маған тиіспейді, мені сынамайды. Алла Тағала сынаса, анау кімдерді сынайды? Анау босқа жаратылғанбыз деп әлі түсінбегендерді, әлі түсінбей жүргендерді, мұсылман еместерді сынайды да, мені сынамайды. Енді тек қана менің жолым бола береді. Менде бәрі жақсы болады деп ойлайма дейді. Көпшілік жастар мынау қазір жастар көп қой, мешітке келіп отқан. Бір қиыншылық келген кезде, жолы болмай қалған кезде мешітке келеді жаңа. Сөйтіп Құран оқытып, имам оған намаз бастайды, сосын намаз бастайды, жақсы. Бірақ белгілі бір сынақтар келген кезде қайтадан тастап кетіп жатады. Соны айтып жатыр Алла Тағала. Жоқ, олай емес дейді. Уахум ла юфтанун. Біз оларды әлбетте сынаймыз дейді. Келесі аятта айтады. Фала я'ламанна Аллаху аллазина садақу ва ла я'ламанна ал-казибин. Сынаудағы мақсатымыз сол иман келтірдік деген сөздері
садақу шын, немесе өтірік екенін біз сынақ арқылы тексереміз дейді. Демек, Алла Тағала бізді не істейді екен? Практикадан өткізеді екен. Сынақтар жіберіп. Соның рас немесе өтірік екен. Енді ғалымдар осы жерде өтірік деген сөзді бізге қатысты, мұъминдерге қатысты, негізі мұъминнің сіздердің жүректеріңіздегі иман ол өтірік емес дейді. Ол шын дейді. Бірақ сынақтың кезінде, сынақ келген кезде мұъмин адам осыны дұрыс түсінбегендіктен одан жаман қылықтар шығып кетеді екен. Дұрыс емес сөздер шығып кетеді екен аузынан. Не болып кетті мынау өзі деген сияқты. Сол кезде Алла Тағала иманың өтірік ұқсап қалды дейді. Мұсылман емес адамның әрекетін жасап кеттің дейді. Соларға ұқсап қалдың дейді. Мұсылман емес адамдарға. Мұсылман емес адамдар керісінше жаңағыдай тағдырды қарғап, аузына келгенін айтып, сөгіп, жаман сөз айтып кетеді екен да. Не болып кетті мынау өзі деп. Солардың тақырыбына кіріп кеттіңдер дейді. Мұсылман емес адамнан айырмашылығың болмай қалды дейді. Түсіндіңіз ғой? Мұъмин адам не істеу керек еді сынақ келген кезде? Сабыр қылу керек еді. Алланың тағдырына риза болу керек еді. Өйткені оны Раббысы сынап жатыр ғой. Алла Тағаланың бізді сынауы ол тәрбие. Алла Тағала сынақ арқылы тәрбиелегісі келеді. Сөйтіп бізді тәрбиелеп, сондай деңгейге жеткізейін деп жатыр. Жаңа біз сөзіміздің басында жәннат сатылардан тұрады дедік, е? Жәннаттың 8 есігі бар. Ең биігі, ең жоғарғысы Фирдаус ағла, ең жоғарғы Фирдаус. Ол жерде пайғамбарлар болады, Алланың сүйікті құлдары, шухадалар, мұттақиндар, әулиелер, әмбиелер болады о жерде. Олар қандай кісілер? Олар үлкен сынақтармен сыналған кісілер. Ол жаққа жай мұсылман кіріп кете алмайды, Алла қаламаса. Олар сондай өз нәпсілерін тәрбиелеп, өздерімен өздері күресіп, Алланың уәли, сүйікті әулие құлдарына айналғандар да. Ал ол жерге жету үшін не істеу керек бізге? Өз-өзімізбен, өзіміздің жаман қылықтарымызбен, жаман мінезімізбен күресуіміз керек. Сол кезде біз сол дәрежеге жетеді екенбіз. Сондықтан Алла Тағала жаңа Анкабут сүресінде не дейді? Әлбетте біз оларды сынаймыз дейді. Алла Тағала бізді сынайды екен. Өйткені біз Алла Тағалаға не істедік? Шынайы иман келтірдік. Шынайы иман келтірдік. Енді Алла Тағала бізді сынайды екен, біздің дәрежеміз сыддық деген дәрежеге жеткенше. Уәлә я'ламанна Аллаху лазина садақу деді ғой. Сол имандары шынайы ма, немесе өтірік па, соны біз тексереміз деді. Не арқылы? Сынақ арқылы. Сыддық деген иман кімнің сипаты? Машалла, Абу Бакр радиаллаху анхудың сипаты. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан жоқ па? Абу Бакр радиаллаху анхудың иманын таразының оң жағына, бір жағына қойсақ, бүкіл үмметтің иманын таразының екінші жағына қойсақ, кімнің иманы басып кетеді деді? Абу Бакрдың. Өйткені ол сыддық, шыншыл деген сипатты алды өзіне.
Омар радиаллаху анху Фаруқ, әл-Фаруқ, ақ пен қараны дәл ажыратады. Әділ сахаба. Алла тағала сол дәрежеге жеткізем дейді сынақ арқылы. Бірақ біз осыны дұрыс түсінсек. Өйткені пайғамбарлардың өмірін қарайтын болсақ, Айюб пайғамбар алейхиссалам Құранда қандай сынақ жіберді, Кейбір риуаяттарда 8 жыл, 10 жыл дейді, 18 жыл дейді ауырған, Қасындағы үмметінің бәрі, сен пайғамбар емессің деп кетіп қалған. Бет бұрып. Сондай дәрежеге жетті. Пайғамбар болса, неге Алладан дұға қылмайсың, саған шифа бермейді деп. Оңай ма мысалы сондай сөздер? Жүсіп алейхиссалам пайғамбар, бауырлары не істеді оны? Өлтірмекші болды. Қайда тастап кетті сосын? Құдықтың ішіне тастап кетті. Одан құл болып кетті, Египетке апарып құл қылып сатып жіберді саудагерлер. Одан Злейха деген жаңағы қазынашының әйелі оны зинаға шақырды. Одан зынданға отырды қанша жыл. Міне осындай. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи қаншама сынақтардан өтті, Үстіне түйенің шек қарын ақтарып бастады. Сәждеде жатқан кезде. Ешкімді балағаттаған жоқ. Пайғамбармын деген үшін. Таиф қаласына барып еді, тас боран қылып, қуып шықты. Үсті басын қан жоса қылып. Осындай сынақтармен сыналды. Бірақ сол кездегі пайғамбарлардың сынақтан өтіп атқан кездегі сипаттарына қараңызшы. Қалай өтеді сынақтан? Айюб алейхиссалам, осы күнге дейін кеңшілікте өмір сүріп келдім. Енді сонша уақыт өткенше сабыр қылам Алланың тағдырына. Егер мен бірден Алладан шипа сұрасам, бұл сабырсыздық болып қалар. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды қан жоса қылып, Таифта қуып шыққан кезде не істеді? Қарғады ма? Кімнен көрді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Өзінен көрді. Я Рабби, олар білмейді. Білсе олай жасамайды олар. Мен дұрыс жеткізе алмадым деді. Өзінен көріп отыр. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұрыс жеткізген негізі. Бірақ таифтықтарды Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға деген көз қарасын бұрып қойған кімдер? Меккенің мүшриктері. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол жаққа баратыр деген естіген кезде олар сол жаққа атпен елші жіберді. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға деген көз қарасын естеп қойды. Бұрып қойды. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келген кезде олар дайындалып тұрды. Тас боран қылып қуып шығамыз деп. Түсініңіздер ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұрыс жеткізді. Бірақ оларды бұрып қойған меккелік мүшриктер еді, діннің дұшпандар. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оларды қарғаған жоқ. Оларды керісінше оларға дұға қылды. Я Алла, оларға хидаят бер деп. Олар білмейді, білсе олай жасамайды ғой деп. Дәл сол сияқты біздің басымызға бір сынақ келген кезде біз оны өзімізден көруіміз керек. Иманның 6-шы шартында тағдыр, Алланың маңдайымызға жазған осы тағдырымыз. Сол тағдырымыздың ішіндегі жақсылықта, жамандықта кімнен деп иман келтірдік? Бір Алла тағаладан, жақсылықта, жамандықта Алла тағаладан. Ал енді Алла тағала Құранда, астағфирулла, инналлаха ла язлиму шайан. Расында Раббыларың Алла сіздерге шайан, азғантайда зұлымдық жасамайды, жамандық қаламайды дейді. Шаңның түйіріндей де жамандық қаламайды. Алла тағала керісінше бізге не қалайды екен? Жақсылық қалайды. Ал иманның 6-шы шартында жамандықта кімнен дейміз? Алладан. Жақсылықта, жамандықта Алладан. Ал мына жақта Алла тағала Құранда, мынау хадис, екінші Құранда
Раббыларың Алла сіздерге шаңның түйелін дейді, жамандық қаламайды дейді. Екеуі қарама қайшы болып қалды ма? Қайшы келіп қалды ғой, тағдырда жамандық Алладан. Құранда Алла тағала жаңағы Раббыларың сіздерге шаңның түйелін дейді, жамандық қаламайды, керісінше жақсылық қалайды. Енді Алла тағала Құранның басқа аятында бастарыңа келіп атқан жамандық қол екі жасаған күнәларыңның кесірінен дейді. Демек біз күнә жасаймыз, сол күнәміз бізге не болып келеді? Жамандық болып келеді. Ол да бірақ жамандық емес екен. Күнәміздің жазасы. Демек, жасаған күнәміздің жазасын Алла тағала осы өмірде беріп жатыр бізге. Демек, Алла тағала бізді не істеп жатыр? Тазалап жатыр. Алла тағала демек бізді тазалап жатыр күнәмізді. Мынандай қағида бар. Алла тағала сүйген құлын осы дүниеде не істейді? Жазалап алады екен. Күнәсінің жазасын беріп, тазалап алады екен. Алла тағала сүйген құлдарын арғы дүниеде жазалағысы келмейді екен. Демек, біздің басымызға бір қиыншылық келіп жатса, ол біздің қателігімізден, ол біздің күнәміздан. Жақсы, ол түсінікті. Енді одан да бір үлкен сынақтар келіп жатады. Ондай бір күнә жасамаған сияқтысың. Ақылға қалып сұрасаңыз да, ол не нәрседен екен? Жаңа басында айттық қой хадис, құдси хадисте. Алла тағала құлын мына дәрежеге жеткіземін дейді. Мысалы, Алла тағала сізге жәннаттан бір сарай соғайын деп жатыр ма, немесе Фирдаусул Аъладан пайғамбарлардың, сахабалардың көрші қылайын деп жатқан шығар, білмейміз. Соған жеткізем деді де, сіз Аллаға ұнадыңыз. Тырысып амал жасап жатсыз. Амалдарыңызда тұрақтысыз, намаздарыңызда, оразаларыңызда, садақаңызда, салихал амалдарыңызда. Бірақ өзінің амалымен Алла тағала не дейді құдси хадисте? Құл өзінің амалымен жете алмай жатыр дейді. Сіз өз амалыңызбен ол дәрежеге жете алмайсыз. Сөйтіп Алла тағала мына жерге жеткізем деді ғой сізді, құлын. Сөйтеді екен де, оған не істейді екен? Сынақтар беріп жібереді екен да, оны сол дәрежеге жеткізеді екен. Демек, біз ол мәселені не істедік енді, құрметті ағайындар? Түсініп алдық. Демек, Алла тағаладан қандай да бір сынақтар келсе, бізден күтілетіні сол сынақтардан дұрыс әдемі өтіп беру. Сол жерде жігерсіздік танытып, немқұрайлылық танытып, мұсылман емес адамдардың тақырыбына кіріп кетпеу керек. Алланың ауа райын, күнін, күнделікті, біздің маңдайымызға жазған тағдырын, айналамыздағы адамдарды не істемеу керек екен? Сөгіп, оларға ренжіп, мінез көрсетпеу керек екен. Керісінше, біз бірінші өзімізден бұрын, өзіміздің нәпсімізден бұрын сол сынақпен танысып алуымыз керек. Сол сынақпен дұрыстап танысып алуымыз керек. Ол қай жақтан келіп тұр? Ол Раббыңнан келіп жатыр. Оны Алла тағала әуелде тағдырымызға жазған. Мен осы құлымды осындай сынақтармен сынаймын деп Алла тағала не істеген? Біздің тағдырымызға өзі жазған. Әуелде білімімен, құдіретімен, даналығымен жалғыз өзі жазған Алла. Бізден күтілетіні сол сынақтардан дұрыс өтіп беру. Кез келген қазақтың даналарын алыңыз. Барлығы бір сынақтардан өткен. Әр заманның өзінің сынақтары болады деді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Үмметім әр заманда өздеріне лайықты сынақтармен сыналады деді. Сол сынақтардан дұрыс өтіп берген үмметім деді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Хамсина минкум деді сахабаларға. Сіздердің елулеріңізге тең келеді деді. Сонда сахабалар отырып, я Расулалла, хамсина
Минна ау минхум. Біздің елуімізге ма? Жоқ, өздерінің елулеріне ма деді. Осы замандағы Әнет баба мешітінің елу жамағатынан асып түсе ма? Тең келе ма? Жоқ. Біздің елуімізге деме дегеніз пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деді? Хамсина минкум, сіздердің елулеріңізге деді. Сахабаларға қарап. Әр заманның өзінің сынақтары болады. Сахабалар қалай сыналды? Біздің Алаштың ардақтылары қалай сыналды, е? Сол кездегі біздің ата-бабаларымыз ашаршылықпен Аллаға иман келтіргені үшін, Раббым Алла деген үшін қудаланып кетті. Ал біздің сынағымыз ше қандай қазір? Біздің сынағымыз қазіргі мынау ақпараттық технологиялар. Біз тоқшылықпен сыналып жатырмыз, жоқшылықпен емес. Біздің сынағымыз тоқшылық, егемендік. Жегенің алдында, жемегенің артында дейді ғой. Осы нәрсемен көйлегіміз көк, қарнымыз тоқ, көңіліміз тоқ. Ешкім бізді мазаламайды. Біз егемендіктің қадірін біле алмай жатырмыз, әсіресе жастар. Неге? Өйткені біз мына егемендік үшін еңбек жасаған жоқпыз. Біз егемендік үшін күрескен жоқпыз ешкіммен. Бұл егемендік үшін кім күрескен? Кім күресті? Машалла, біздің ата-бабаларымыз күрескен. Бұл оларға қымбат. Ал бұған жете алмай кетті біздің Алаштың ардақтылары. Армандап кетті осы егемендікті. Емін еркін өз тіліңде сөйлеу, емін еркін құлшылық жасау. Аллаға шүкір. Сондықтан біздің жастарымыздың жігерсіз болып баратқаны, бұны түсіндіріп атқан ата-ана жоқ үйде. Алаштың ардақтылары ұлтқа қызмет қылу, еліңе, жеріңе, дініңе қызмет қылу неден деді? Білімнен емес, мінезден деді. Тәрбиеден. Көрдіңіздер ме? Иман осы тәрбиемен қалыптасады, мінезбен қалыптасады бізде. Ал біздің де осылай иманға келуіміз, бәлкім біздің аталарымыздың, әжелеріміздің дұғасы. Олар құлшылық қылды, біздің ата-бабамыз. Тығылып құлшылық қылды. Біліп қойса не істейді? Ату жазасына кетеді. Абақтыға айдайды. Құлшылықтарында не жоқ? Тыныштық жоқ. Емін еркін тыныш құлшылық қыла алмайды Раббысына. Кім көріп қояды екен, кім біліп қояды екен, кім сатып жібереді екен деп жүреді. Сөйтіп олар сол нәрсеге қанағаттанбаған. Түсініңіздер ғой, сол құлшылықтарына қанағаттанбаған өздері. Я Раббым, саған бір рахаттанып, шынайы құлшылық қыла алмадым-ау. Я Раббым, менің ұрпақтарыма егемендікті, тыныш жаманды нәсіп етсінші. Біз жасамаған құлшылықты солар жасасын. Біз алмаған білімді солар алсын. Біз жасамаған қызметті солар жасасын. Еліне, жеріне, халқына, дініне. Міне сол заман келді, олардың дұғасы қабыл болды. Неге? Өйткені олар сол жолда шынайы болды. Сынақтардан дұрыс өтіп берді. Маңдайына мылтықта қап тұрса да, калима шахадат айтып кетті. Білесіздер ғой оқиғаларды, е? Тайған жоқ сол жолдан. Ал енді мынау жастардың заманы келді. Біз сол егемендіктің қадірін білмейміз, өйткені ол үшін біз күрескен жоқпыз, еңбек жасаған жоқпыз. Сондықтан жастар жігерсіз болып баратыр. Сондықтан біз сол ата-бабаларымыздың тарихын оқуымыз керек. Осы егемендіктің бізге қалай жеткенін көруіміз керек. Ал оны білім арқылы оқимыз, білім арқылы жүректің көзімен көреміз. Ол тарихта ғана қалды.
Сол кезде біздің жігеріміз оянады екен. Біз қашан білімді боламыз, біз қашан сауатты боламыз, сол кезде біз оянамыз. Біздің бағындырмайтын белесіміз, шықпайтын биігіміз, алмайтын қамалымыз қалмайды. Демек бізге білім керек. Қай салада болсын бізге не керек? Енді біз бүгіннен бастап күресеміз, құрметті жамағат. Жастар отыр көпшілік. Енді біз не істейміз? Бүгіннен бастап күресеміз. Алла Тағала сол Анкабут сүресінің 6 аятында, астағфирулла, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Кім күресіп жүрсе дейді, өз нәпсісімен күресіп жүрміз ғой, бәріміз күресіп жүрміз. Бүгіннен бастап күресеміз. Кім біздің жолымызда күресіп жүрсе, فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Ол өзі үшін күресіп жүр дейді. Өзі үшін. Біз бұлай қарасақ, Алла үшін күресіп жүрміз, дұрыс па? Алланың разылығы үшін нәпсімізбен күресіп, ораза ұстап, жалқаулығымызды тиіп, білім алып, 5 уақыт намазға келіп, бұның өзі күресу. Қараңғыда құптан намазына келу, ұйқы қысып жатқан кезде таң намазына келу, күресу бұл да, Кім осылай күресіп жүрсе, ол өзі үшін күресіп жүр дейді. Бұл біздің өзіміздің қара басымыздың пайдасы екен. Соны түсініңіздер. Өйткені аяттың жалғасында Алла Тағала айтады: «Инналлаха лағаниюн анил аламин». Расында Алла әлемдерден өте бай. Алла әлемге мұқтаж емес, бізге мұқтаж емес, жаратылысқа. Алла біздің күрескенімізге мұқтаж емес. Егер біз өзіміздің жалқаулығымызбен, жігерсіздігімізбен күресіп, оны жеңсек, онда ол біздің пайдамыз екен. Одан Алланың мүлкі артып қалмайды. Қараңыздар. Өйткені Алла бізге мұқтаж емес. Егер біз өз нәпсімізбен күресіп, түзу жолмен жүретін болсақ, елімізге, жерімізге, дінімізге, ұлтымызға қызмет қылатын болсақ, онда бұл біздің қара басымыздың пайдасы екен. Соның Алла Тағала несін береді бізге? Сыйын береді иншалла. Ертең қияметте дәрежемізді көтереді. Осы дүниеде және арғы дүниеде. Бірақ ол біздің пайдамыз екен. Демек біз Алла мұқтаж деп ойламауымыз керек. Біз күрессек өз-өзімізбен, ол біздің пайдамыз. Өйткені Алла Тағала мынандай қағида қойып қойған. Рағд сүресінің 11 аятында, астағфирулла, «Инналлаха ла юғайру ма би қаумин, хатта юғайру ма би анфусихим». Біз бірде-бір қауымды өзгертпейміз. Біз бірде-бір қауымды жақсы жаққа өзгертіп жібермейміз дейді. Хатта мынаған дейін ол өз-өзімен күресіп, өзінің жаман қылықтарымен күресіп, оны жеңіп, өз-өзін түзеп, жақсы жолға түспейінше, өзгермейінше, біз оларды өзгертпейміз дейді. Демек, өзгеру кімнің қолында? Өзіміздің қолымызда, жастар. Демек, Алла оны өзімізге қалдырып қойған. Енді күресетін болсақ, Алла Тағала айтады, Каф сүресінің, Анкабут сүресінің ең соңғы аятында, астағфирулла, «Валлазина джахаду фина». Кім біздің жолымызда өзінің нәпсісімен күресіп жүрген болса, «Ланахдияннахум». Біз оларды тура жолға бастаймыз дейді. Хидаят жолына бастаймыз дейді. Субулена. Хидаят жолымызға не істейміз дейді? Оларды бастаймыз дейді.
Демек сіз өз өзіңізбен күрессеңіз, Алла Тағала сізге көмектеседі екен. Сол жолға, түзу жолға түсуге. Ва инналлаха ламаал мухсинин. Расында Алла Тағала мухсиндармен бірге. Мухсиндар деген кімдер? Жақсылық жасаушылар, ихсан дегеннен шығады. Шынайы құлшылық қылуға тырысып, шынайы жақсы мұсылман болуға, еліне, жеріне, отанына қызмет қылуға тырысып жүрген адамды айтады. Біз оларды сол түзу жолға саламыз дейді. Бірақ олар түсінсін, ол олардың өз пайдасы дейді. Бірақ Алла Тағала солай түзу жолға түсуші, өз-өзімен күресіп, өзінің жаман қылықтарын кетіріп, жақсы адам болуға тырысатын құлдарды Алла Тағала не істейді екен? Жақсы көреді екен. Өйткені Алла Тағала Али Имран сүресінде «Инналлаха юхиббул мухсинин». Расында Алла мұхсин құлдарын сүйеді, жақсы көреді деген. Көрдіңіздер ме? Өз-өзімен күресетін құлдарды Алла жақсы көреді. Баяғы жартас, сол жартас болып жүре беретін құлдарды Алла Тағала жақсы көрмейді екен. Алла Тағала өзгеретін, өз-өзін жақсы жаққа өзгертетін құлдарды жақсы көреді екен. Демек, Алла Тағала жаңағы аяттарда мән жахада, кім күрессе деп жатыр. Джихад деген сөзді қолданып жатыр. Осы сөз біздің қазақтың тілінде де көп қолданылады. Өзінің жалқаулығымен күресетін, мысалы, оқушы бар ғой, өзінің жаңағы дәріс сабақтары нашар болса, соны жақсы баға алуға тырысатын оқушыны не дейді бізде? Ыждахатты оқушы дейді. Енді сондай ең жоғарғы дәрежеге жеткен ғалымды не дейді? Дінімізде мужтахид ғалым дейді. Абу Ханифа рахмахуллах мужтахид ғалым. Білесіздер, естіп жүрсіздер. Демек, қазақ тіліне кірме сөз екен, ыждахат. Өз-өзімен күресетін, өзінің білімсіздігімен күресетін оқушыны, студентті, ыждахатты оқушы, ыждахатты студент. Сөйтіп ол ғалым болады ғой, сөйтіп күресіп білім алып, өзінің жаман қылықтарын тастап, сондай жоғарғы дәрежеге жеткен ғалымды мужтахид ғалым дейді. Сол кезде адам Алланың сүйген құлына айналады екен. Неге? Өйткені Алла Тағала Құран кәрімде «Вама юридуллаху бихи хайран» жоқ. Пайғамбар саллаллаху хадисінде «Вама юридуллаху бихи хайран юфақиху фиддин». Кімге Алла Тағала жақсылық қаласа, оны дінде оның сауатын арттырып қояды дейді. Юфақиху фиддин. Ал Алла Тағала Құран кәрімде астағфируллах «Вама яхшаллаху мин ибадихил улама». Расында Алла Тағаладан шынайы қорқатын, Алланың сүйікті құлдары улама, білім иелер дейді. Білім иелері. Демек біз соңында қайтадан неге келіп тірелдік, құрметті бауырлар? Білім алуға. Бізге білім керек екен. Амалдарымыз шынайы болу үшін, қабыл болу үшін бізге білім керек. Шынайылықты, ақ пен қараны ажырататын бізге ол білім. Өзіміздің жігерсіздігімізбен күресу үшін бізге білім керек. Білуіміз керек біз.
Сол кезде біз не істейді екенбіз? Алланың сүйікті құлына айналады екенбіз. Елімізге, жерімізге, дінімізге, халқымызға аянбай қызмет қылады екенбіз. Алладан шынайы қорқу үшін бізге білім керек. Өйткені Алла Тағала وَمَنْ يَخْشَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Құлдарымның ішінде менен шынайы қорқатын ол ғалымдар деді, білім иелері. Білім иелері. Ғалымдардың ішіндегі ең жоғарғы дәрежеге жеткендер кімдер? Мужтахидтер. Міне, бізді құрдымға ұшырататын ол сауатсыздық, білімсіздік. Міне, жастарымыз біздің сауатсыз болғандықтан жігерсіздікке ұрынады. Жігерсіз адам ол не істейді? Майдаланып кете береді. Алып анадан туады деген сол. Алып деген ол ғалым адам. Білімді бірді жығады, білімді мыңды жығады. Біліммен біз көп нәрсеге қол жеткізеді екенбіз. Міне, құрметті мұсылман бауырлар, иншалла тақырыбымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Алла Тағала, иншалла, соңғы сөзімізді айтамыз, Алла Тағаладан кешірім сұраймыз, өзінің білімді құлдарының қатарынан қылсын. Міне, бүгін сіздер білім алдыңыздар, ақпарат алдыңыздар. Білім ақпарат арқылы келеді. Осы жерде көп мәселені сіздер түсіндіңіздер. Сіздер арқылы мен өзімнің білімімді қайталап алдым. Осыған енді баршамызға амал етуді Алла Тағала нәсіп етсін. Аллахумма лакал хамду куллу ва лака шукру куллу ла илаха илля анта субханака инна кунна миназ залимин. Аллахумма инна нас'алука al-ilman nafi'an wa rizqan halalan wa tayyiban wa nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'un min kulli da'. Аллахым, өзіңнен пайдалы ғылым, білім сұраймыз. Осы дүниеде, ақыретте пайда беретін білім, ғылым сұраймыз, Аллахым. Және өзіңнен халал, мол, адал ризық несібе сұраймыз. Қабыл болатын амалдарды бізге жасатып қоюыңды сұраймыз. Және осы Аллахым, өзіңнің кәләмін, Құранмен, пайғамбарымыздың сүннеті, хадиспен біздің надандық дертімізге, рухани дертімізге шифа беруіңді сұраймыз, Аллахым. Я мейірімділердің мейірімдісі, рахымдылардың рахымдысы. Аллахумма инна нас'алука al-ilman nafi'an. Аллахумма инна нас'алука min kulli khairin ma sa'alaka minhu nabiyuka wa habibuka Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem. Аллахым, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бере көр деп сұраған бұл дүниенің ақыреттің бүкіл жақсылықтарын бізге де бере көр деп өзіңнен сұраймыз. Ва наузу бика min kulli sharrin ma ista'aza minhu nabiyuka wa habibuka Muhammadin sallallahu aleyhi вассалам. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сақта деп сиынған бұл дүниенің ақыреттің бүкіл жамандықтарынан бізді де сақта деп бір өзіңе Алла Тағалам жалынып жалбарынып сиынамыз. Ва тақаббал дуа би рахматика я рахман.